Өңір жаңалықтары. Павлодар облысы қылмыстық істер жөніндегі мамандырылған ауданаралық соты зорлау фактісі бойынша қылмыстық іс қарады. Соттың баспасөз қызметінің хабарлауынша істің мән-жайын заңмен жария ету мүмкін болмағандықтан іс жабық сот отырысында қаралды. Күдіктінің кінәсі кәмелетке толмаған жәбірленушінің куәлардың айғақтарымен, сот сараптама қорытындыларымен және сотта зерттелген басқа да дәлелдермен дәлелденді. Прокурор күдіктіні түпкілікті 20 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны тағайындауды сұрады. Іс бойынша жәбірленуші тарап мемлекеттік айыптаушыны толық қолдап, азаматтық талапты қанағаттандыруды талап етті. Суд приговорил. Қылмыстық кодекстің 120 бабы және қылмыстық кодекстің 121 бабына сәйкес сотталушының кінәсі мойындалып, 20 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды. Сондай-ақ азамат О өмір бойына педагогикалық және кәмелетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан айырылды. Ол бұрын сотталған, оның әрекеті қылмыстардың қауіпті қайталану деп танылды. Сондықтан жазаның осындай түрі таңдалды. Жәбірленушінің пайдасына жалпы сомасы 7 миллион теңге моральдық зиян өндірілді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Самал Қалиқызы, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.